оқушылармен қоштасу сынып сағатын өздерін білім бастауы деген тақырыпта бүгін осы балалардың 4 жылда алған білімдерін көріп тамашалайсыздар. Бұл 4-ші А сыныбының оқушылары аудан, республика және басқа нелерге, байқауларға, олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарды, бірінші, екінші орынды алған оқушылар осы жерде тұр. Бұлардың бәрі сіздердің балаларыңыз. Қазір балалардың жаңағы көріп тамашалайсыздар. Міне әкімшілік тарапынан келіп отыр. Сондықтан 4 жыл қандай білім алдық, білімімізді білесіздер, тәрбиемізді білесіздер. Енді сол тәрбие жағынан сіздерге бүгінгі шағын, кішкене ғана шағын сынып сағатымызды көрсетейік. Қош келдіңіздер. Балаларға дейін. Бұл жерде балалар бәрі өздері жүргізуші болып, өздері сөйлейді. Армысыздар, аяулы ұстаздар, саулықты аналар, ардақты оқушылар, қош келіпсіздер. Құрметті қонақтар! Бүгінгі күн осында отырған бәріміз үшін ерекше күн. Оның ерекшелігі сол, осыдан 4 жыл бұрын мектеп табалдырығын жүрексіне аттаған балалар білімнің негізі болатын бастауышта білім алып, оқып, қанаттарын қатайтып, бастауыш сыныппен қоштасқалы отырмыз. Ұстаздың кен жалықпас, үйрек ізден балаға деп Абай атамыз айтқандай, алғашқы қолымызға қалам ұстап, оңымызбен солымызды танытқан мектептегі анамыз ұстаз дегені бәрімізге мәлім. Дұрыс айтасың, ғалым иесі ғалым да, ел қорғаған батыр да, тілден балы тамған ақын да, тегеуріні темір балқытқан жұмысшы да, көкті шамаған ғарышкерлер де, бәрі ұстаздан білім мен тәрбие алған. Сауатымызды ашып, білім негізін қалаған, бастауыш мектеппен қоштасып, орта буын қатарына қосылғалы тұрмыз. Я, дұрыс айтасың, алғашқы ұстаз мектеп табалдырығын аттаған баланы жылы жүзбен қарсы алады. Достар, естеріңе түсіріңдерші, біз ұстаз ананың көмегімен алғашқы әріптерді қағазға түсірдік, сан-санауға үйрендік. Тар бізге қаламсақ, қалай тау үйреткен көрсетті. Әріптерден құрастырып, жеке сөздерді, оннан әрі тұтас сөздерді оқуға машықтандырды. Біз оның көмегімен қарым-қатынас жасау ережелерін игердік. Тіпті дұрыс амандасып, дұрыс қоштасуды да үйрендік. Дұрыс, шынында, ұстаз ана таңқаларлық төзімділікпен бізді жан-жақты үйретті. Әр оқушының қасына келіп, қарындашты қалай ұстау керектігін түсіндірді. Содан кейін түсініксіз сөздерді зорта қойып ұғындырды. Біз мектепте білім ала отырып, мектеп, ұстаз, ана, әке, дос, отан жайлы ұғымдарды санамызға сіңіріп өстік. Егер әр оқушының жүрегінде ізгілік сәулесі болса, ол мұғалімнің еңбегі. Балғандарған баянды, сырын төккен ұстазым, шәкіртіне аяулы, нұрын төккен ұстазым, есейіп кетсен де, шәкіртпін ұстаз алдында, білім ойдың сұлуын, асу еткен ұстазым, жүрегінің жылуын, шашу еткен ұстазым. Елге білім, елге күш, ұстазыма мың алғыс. Sanamız, erkelerken bizlerden
бол. Өзіңе борыштармен өмір бойы есейген шәкіртіңнің серті деп біл. Ұлықты ардақ тұтар немі, алтын не ақ бұзаға киелі, қанат қаққан білім алып өзіңнен, күлі шәкірт саған басын еді. Мектебің алтын ұям нұрың жарық, жайнаттың үмітіңнің гүлің жарық. Сүйкімді сен күміс қоңырау, тұрады құлағымда сыңғырға. Алтын ұям мектебім, аялағын бар балаға білім беріп саялағын, үлкен жолға түсіріп, шәкірттерін жаманға да жақсыға да пана болған. Баста бұрын жол сілтеп қате дейсіз, әр балаға сіз ана әке дейсіз. Бұлар жақтың көктеген шыбағын бағбандай аялап мәпе дейсіз. Алғашқы ұстаз ерекше тұлға дарашын, ұмытылмастай көңілде мәңгі қалатын. Саған әркез суреттерді парақтап, шәкірттерін жиі еске алатын. Жаралған жақсы үміт пен мұраттардан, жансыз ғой әдейлеген шуақ арман, жатталады мәңгі жан жүректе есіміңіз, анашым аяулы үні сияқты ғой. Шәкірттер сіздерді айтып мақтанады, бейнеңіз жүректерде сақталады. Біз әлі биіктерден көрінеміз, үміт пен сеніміңіз ақталады. Бастау үшін бал құлағым, лаулап жанған шамшырағым, өзің берген біліммен самғап шар тау құрам. Бастауышта шықалмаған жыр бар ма? Бастауышта айтылмаған сыр бар ма? Бастауышта алған білім жырларын азық болар әлі талай жылдарға. Бастаушым бал бұлағым, алдың сенен балдың дәмін әріп танып білім алып рахметімді жаудырам. Біздің жаманды жақсыны жақсылығымызды асырып жүрген біздің ата-анамызға көп рахмет. Біз үйреткен білімді жалықпастан, рахмет ұстазыма көзімді ашқан. Біз шәкірті, біз отанның болашағы, білімнің басқышына қадам басқан. Мынау бізден сізге! Өзімен қоштасып күн
балалар бар. Бүгін олар ветеран болып кетті. Сол ветерандарға сөз берейік, келіңіздер. Катя, келіңіз. Кішкентай бүлдіршіндеріміз менің немерем болады. Мектепте тұрады, кішкене бастауыш мектебін шын жүрекпен құттықтаймыз. Ендеріңе сауық тілейміз. Ұстаздардың еңбегі зор. Ұстаздарға мың алғыс дейміз. Одан 20 жыл бұрын өзімнің қызым да біткен осы жерде енді немереме келіп отырмын. Барлықтарыңызға жақсылық қуаныш тілеймін. Балаларыңыз өсіп өне берсін. Мынау ұстаздардың ішінде біздің сынып жетекшіміз әсіресе сынып жетекшісі Әбдиева Айманға мыңдан алғысымыз шексіз ата-аналар атынан. Құрметті қымбатты ұстаздар, ата-аналар, өнерді бөтен адам жоқ. Бүгінгі мына қуаныштарыңызды жүректеріңіз жарылып, кішкентай ғана бүлдіршіндеріңізге, біреуіңізге балапандарыңыз бізге немере. Менің де Нұркен Алина осы сыныпта оқыған, қазір гимназияда Алматыда. Айтады ғой, ұстамы жақсы деп. Біздің Әбдиева Айман бұл кісі енді бір керемет енді. Аузымызды отырып тұрып қалай мақтасақ та болады, енді бір мен сөзіме куәгер төсіндегі белгісі, төс белгісі. Жаңа мен де тақ көреді, мен де өспейіп келеді деп өкіліп қалдым, ойладым баш. Ал енді мінекей құрметті қымбатты ұстаздар, ата-аналар, бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Мінекей үлкен сыныпқа орта буынға көшіп баратыр. Қуанып отырсыздар, қуаныштарыңыз құтты болсын, бүкіл өмірлеріңіз сізге серік болсын. Қашанда болса да балалар басқа уақыттарыңыз қарап, жақсы оқып, мұғалімдерге тартсын, ұстаздарына тартсын. Сіздерді қуантамыз, ұстаздар, сіздердің мақтаныштарыңыз болсын осы балапандар. Біздің немереміз. Бәріктеріңізді құттықтаймын. Міне шаршадыңыздар бір жыл бұрын. Енді әдемілеп демалып, күш-жігер жинап, қайтадан келесіздер жаңа оқу жылына. Соған сіздерге Алла қуат берсін, денсаулық берсін. Жамал баяғыдан ол да міне кәдімгі уже тоже шаршады. Мен қызымды баққан болы, аңырып жүріп. Осы жерде мен қызымды күтіп кеткен. Қазір керемет Жамал, рахмет. Ол кезде тәрбие жаңағы кәдімгі завучтар көп болды ғой. Сол Жамал өте сып болған өзіме. Бәріңізге көп рахмет. Ескілді отыр, міне Алиин оққан, бәріктеріңіз сізге күтті ғой. Бәріңізге көп рахмет. Ал Айман, саған не айтамыз енді? Жүрегің толып тұрғанша қоштасам, балаларыңды қимай, 4 жыл бауыр басасың, өз балаңдай тәрбиелеп, мәпелеп, солдарға бәрі өзіңнің бәріңді сусындаттың ғой, күшіңнің бәрін берді солдарға. Сол деген солдардың рахатын көріп, жақсылығын көріп, бақытты балалар болсын. Қайда жүрсең де сен солдарды уайымдайсың. Ертең 5-ші сыныпта да көрсең, басынан сипап өтіп барады, мынау менің балапаным, мынау менің балам ғой деп. Құдай соған жеткізсін. Өнекте зейнетке шықтым. Алла біздің жолымызды берсін, үлкендердің жолын берсін. Мінекей 3 жыл болып зейнеттеміз, рахат. Енді маған қосыласың мен командама. Сол құтты болсын бүгінгі қуанышымыз. Бақытты бол жаным. Аман бол. Ұстаздар біздің номер 18 мектепте кішігірім осы жерде еңбегі сіңген ұстаз Имамова Әбдиева Айман әпкеміз 60 жасын атап өтті. Қуанышымызды енді өзінің 4 жыл бойы еңбек сіңірген осы кішкентай ғана бүлдіршіндермен 4-ші сыныбын қоштасу кешін жасап отыр. Айман әпке, сізге енді ұзақ өмір тілеймін, зор денсаулық тілеймін. Мына өзіңіздің балаларыңыздай көрген кішкентай ғана балаларыңызды 4 жыл бойы ғана емес, бұның алдында да өте еңбегі зор болды. Бұға дейін де жеткіздің. Сіз біздің алдымызда сізден аларыңыз көп болды. Солай енді менің балама ұстаз болып әкелген болсаңыз да, сіздің еңбегіңіз жемісі көп, зор. Сізге сол енді баланың қуанышына ата-аналар да келіп тұр. Бала менен ата-ананың, екеуінің арасында қандай байланыс бар екен, қазір мына видеодан көресіздер.
біздің басшылар бар. Осы сөзді басшы әпкелерге берейік. Жамал әпке, Зәуре әпке, Күміс әпке, Клара әпке, келіңіздер. Бүгін қоштасу мерекесі екен. Сондықтан мерекесі құтты болсын оқушыларымыз. Бұл ата-аналардың да біздің де мерекеміз. Ал енді Айман бұл мектепте 40 жыл жұмыс істеп, осы мектептің бар жақсылығын, қуанышын бөліскен, осы мектепке бірден өзінің еңбегі сіңген, өзінің бітірген оқушылардың бар үлкен азамат қазір. Соның барлығына еңбегі сіңген біздің мақтанатын ұстазымыздың бірі Әбдиев Айман. Айман әпке, мына еңбегіңіз жада берсін. Себебі бұл еңбек дегеннің өзі мына жылдан жылға келе жатыр ғой, соның ішінде биылғы зейнет жасыңыз құтты болсын. Бұл зейнетке бір жерден 40 жыл жұмыс істеп шыққаның өзі үлкен мәртебе деймін. Себебі бұған әрқалай жағдай болады ғой, соның өзі бұл ерекше осы мектепте оқыған түлек. Ал Айман енді мына 4-ші сынып оқушылары жақсы жағынан көріне берсін. Енді орта білімге кетіп баратыр. Осы орта білімге, осы өзінен шыққан тәрбиені, білімді ары шыңдай берсін. Осы балалардан керемет медал алатын, үздік екенін көрсететін, тәртібімен, біліммен көрсеткішін көрсете берсін. Мына ұстаз еткен ұстаздар шәкірттің арқасында өседі. Бейнетіңіздің рахатын көріңіз, жасыңызға жас қосыла берсін, одан ары шабыттана беріңіз. Ешқашан жаңағы қанатыңыз талмай осы балалардың қызығын көре беріңіз, осы балаларыңыздың сонау биіктен көрдік, тек қана сізді жаңағы атыңыз ручка жазалмайтын баланың қолына қалам ұстатып, әрі үйретіп, санатып, осындай жағдайға жеткізген Айман әпкеге мың алғыс. Еңбегіңіз әрқашан жана берсін. Бұл Айман әпкенің бірінші сынып емес, Айман әпке осы 42 жыл еңбек жолында 10 шақты сынып, міне, дұрыс айтып, 10 шақты сынып А меня вопрос не в том, скоро ли каникулы. Я родному языку жизнь на грубо посвящу. Надо точно мне узнать слово кризис как писать. Маша, братик, стоят как на параде, будто прыгают и пляж, Маша, хвостиками марш. Я тетрадь слова писала, ударение проверяла, ударяла, так что парту разломала.
Покажи мне на диктант ручку самописку. Пригодится, хочешь ты или нет. Русский пени запускайте, вот такой дайте совет. Qanday asboblarga tanishdik? Kan atab o'tdik, bilamiz ba'zimiz. Яғни көптеген asboblarni естідік, тани, білдіге, әлі де болашақта бұдан да көп asboblarni танитын боламыз. Қазір сендерге экранға шығарам. Енді asbobтың дыбыс арқылы білетін боламыз, иә? Қандай asbob екенін? Көріне ме балаларға? Қандай аспап?
ата-аналарына келіңіздер. Айналайын мұғалімдер, ұстаздар, мерекелер құтты болсын. Бұл мерекеге жеткен де бар, жетпеген де бар. Мына балалар кішкентай мына тардай болып кіріп, біраз болса да Айманның өнегесінен үйреніп, Айман екеуміз 80 жылдан бері бірге келеміз. 80 жылдан бері екеуміз не көрген жоқпыз бұл жерде. Өміріміз осы мектепте өтті. Айгерім қызым, Соскаменен екеуміз бірімізден кейін біріміз көтеріп жүріп өсіргенбіз о қызды. Алтыным, қолдасам болды. Мына Айман, жаным, не деймін саған. Өмірің ұзақ болсын, бар жақсылықты көр, биіктерден, балалардың биіктерден көрінсін. Сені әрқашан қуантып, сыртта жүрсе де, солардың тек жақсылығын есті. Еш жаманшылық көрме. Көретінді көрдік енді. Қалғанын тек жақсылықпен өткізейік. Барлықта жақсылық деймін жаным. Нәжеге шығарып жүрма, қол алып айтам деген бәрі. Дуама, осы қызығын бар. Қонақтар, ұстаздар, өте керемет болып жатыр. Айман әпке, сіздің еңбегіңіз балдарды. Алғашқы қызымды мектепке алып келген кезде үлкен қызым айтқан, именно А деген классқа баршы мама деп. Потому что оқта А деген балдар жақсы оқитын сияқты дейді. Сонымен мен Айман әпкеге алып келдім. Тәмеңізді, оның алдында 3 бала бітіріп кеткен. Бұл мектеп өте енді балдарымыз бәріміз үйде орысша сөйлейміз негізі, но қазақша оқып бәрі бітірген. Бәрі тәрбие берген мұғалімдер өте жақсы. Рахмет бәріңізге рахмет айтамын. Айман әпке, сізге үлкен алғыс. Жүрегіңіз әбден толқып кетті, действительно. Балдар сондай инабатты, ибалы, ақылды, сондай өсіресіз. Тәртіпті, біз бере алмаған тәртіпті өзіңізде мына жалғастырып. Сол Айман әпке, биіктен көреріңіз. Осы жерге не берекше алып келе екен тұрса, жалғастыра берейік. Бірінші балалармен бастауыш болғасын, ұстаздың үйренеді ғой, мәдениеті бар, көптеген жақсы нәрселерді алғашқы ұстаздар үйренеді. Тура өзіңіздей, көрем қызымыз қайдай қысық. Басында ұялшан кіші деп болатын, бәрі сіздің арқаңыз деп түсінемін. Сізге мынауы, сіздей азамат болып өсе алған жоқ. Сізді үлгі тұтамыз. Сол сізді қызым үнемі мақтап отырады, Айман әпке бізде былай көп нәрсе үйренгенін айтып, үйренгенін байқап жатырмыз. Өте жақсы жағынан көріп, қай жағынан болса да өте жақсы жерлерін. Мынау қыздарымыздың, ұлдарымыздың, балапандарымыздың кішкентай бастауыш класспен қоштасуы құтты болсын. Айман әпке, сізге көп рахмет, алғысымыз шексіз. Мерейді көріп, мен тура осында оғым негізі. Тура өзімді көріп тұрмын ғой. Сол құтты болсын, биік белестерден көрейік. Сізді біз әрдайым үлгі тұтамыз, сізді біз соны тұтамыз. Балаларымыздың болашақтары жарқын болсын. Жылдан жылға әрбір класс жеңіл болсын, оңай болсын. Тек осы бала-шағаларымызды биіктен шыңнан асқар таудай бір прям керемет деп не қылып сондай жерден көріп жүрікші сіздің арқаңызда. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар, ата-аналар. Мына бүгінгі балапандарымыздың бастауыш қоштасу үлкен мерекесі құтты болсын. Біріншіден Айман әпке, сізге алғысым шексіз. Менің қызым өте прям ұяң қыз, ұялшақ қыз еді. Қызымды аштыңыз. Қызымның барлық жағынан тәрбиесінен де, тазалық, тәртіп, уақытымен барлығын прям пісірдіңіз. Үлкен рахмет сізге. Не дейміз, ұстаз деген сізде болсын. Мынау өсірген, бастауыш бітірген ол қыздарыңыз сіздің атыңызды тек қана жақсы жағынан
шығарсын, Айман әпкенің оқушысы еді деп әрқашан жақсы жақтан биіктен көріне берсін оқушыларыңыз. Ауырмаңыз, денсаулығыңыз зор болсын. Жүрегіңіз, құрметпен сөз беремін, Айман әпке өзіңізге. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, міне бағана өздері көріп тамашалап отырсыздар. Сіздерге көп рахмет. Алдында уақыттарыңыз бөліп, бүгін келіп, мені бала-шағамен қуаныштарыңызды бөліп соғысқандарыңызға рахмет көп. Рахмет деген сөздің ішінде көп сөз бар ғой, білсеңіздер. Енді әр нәрсені бүгін айтып қалмасақ болмайды. Я біз кішкентай ғана бұдан 4 жыл бұрын кішкентай жылап, ыңсып, арттарыңыздан жүріп жүрген балалар, мені азамат болып, бұл менің арқам емес, сіздердің арқаларыңыз, сіздер түсінікпен қарап, осы қас-қабағыңызға қарап, оңай емес бала тәрбиелеу. Үйде сіздер 5-6 тәрбиелесеңіздер, сіз мынанша балаларды тәрбиелеп, әрқайсыңыз, былай сөздің қысқасы, ата-ана мен бала байланысты бірге жүрдік. Сіздерге 4 жылда қазақ тілімен айтқанда бір дыбыстарыңыз шыққан жоқ, бір артық сөздеріңіз болған жоқ. Енді әр нәрсе болғаннан кейін бола береді. Сіздерге көп рахмет. Ал мен мына балапандарыма не деймін? Енді жақсы оқыңдар, мені ұятқа қалдырмаңдар, ата-аналардың тілін алыңдар. Жаңа айтты ғой, Жасмұрын апасы, әртүрлі ұстаздар келеді, әртүрлі ұстаздың мінезі әртүрлі болады, барлығына шыдауымыз керек, әртүрлі ұстаздар әртүрлі киініп келеді, соны сынамаңдар. Барлығы Айман әпке сияқты бір қалыпты киінбейді, сондықтан бұл да бізде осындай бар. Мына әкімшілік тарапынан жаңада айтылатын көп сіздерге рахмет. Әйтеуір осы сыныбымызға қатысты бәрін көріп жүрсіздер. Ашшымызға, тұшымызға көп барсыздар. Көп рахмет сіздерге. Еңбектеріңізге табыс. Отбасыларыңызға амандық, өздеріңізге, дендеріңізге саулық, өмірдегі бәрі бақытты тілеймін. Мына пән мұғалімдеріне де көп рахмет. Ар деп аузымды ашсам, қай баланы айтсам, ренжімей, көргендігін, білгендігін білдіріп, ол ұстаздар да осы балалардың қас-қабағына қарап жүрді. Оған бәріміз куә берсіздер. Дұрыс айтар жаңа ата-ана, мына тұрған 20 оқушының мінезі 20 түрлі, бәрі келгені қазіргі бұрынғы балалар жоқ, бәрі тұйық, еш нәрсе айтқысы келмейді, жылап қалады. Мына мерекеміз құтты болсын, мерекеміз алған жалғаса берсін, әлі 3 күн уақытымыз бар. Көңіл көтергендеріңізге көп рахмет. Ұнады ма?